Баршаға сәлем, менің есімім Асем, Алтын Ilmek каналының негізін қалаушы. Сіздермен осы видеода осындай әдемі сумка тоқуды үйренеміз трикотаж жібінен. Осындай украшение ретінде кисточка жасауды үйренеміз. Осындай бау тоқуды үйренеміз. Сумка өте әдемі, узор қарапайым, оңай тоқылады. Осындай магнитный кнопкада. Іші өте сыйымды, біраз зат сыяды. Басқа да түсті жіптермен тоқуға болады. Өте әдемі көрінеді. Видеоны соңына дейін қарап, осындай әдемі сумка тоқуды үйреніңіздер. Баршаңызға сәттілік. Бізге керекті заттармен таныс болайық. Трикотажный жіп, менде цвет желтый. Бір моток и екінші мотоктан тағы примерно 20 метрде керек. Жіптің жуандығы 7-9 мм. Бір мотокта 100 метр, 300 грамм. Және бізге екі осындай ашылатын кольцо. Екі карабин тоқылатын бауға, бір карабин украшение кисточкаға, және бір магнитный кнопка. Основной тоқуға номер 6 крючок, көмекші ретінде 4-4,5 және қайшы керек. Алдымен жібімізді осылай ағытып, жұмысқа дайындап аламыз. Осылай тартып отырып, тоқимыз. Енді узелок жасаймыз. 37 воздушный петля тереміз. Міне 37 воздушный петля теріп алдық. Енді назар аударыңыздар, мына жіптің кесілген жағы накид алған кезде былай ішке қарап тұру керек. Міне. Енді мынау косичкадан емес, артындағы полупетлядан алып тоқимыз. Біріншісін қалдырамыз, келесінен бастап тоқимыз. Полустолбик с накидом тоқимыз. И келесі петляға соединительный жасаймыз. Және тағы да накид аламыз, кесілген жағы ішіне қарау керек. Қолмен бұлай дұрыстауға болады. Міне. И бір соединительный петля. Қатардың соңына дейін дәл осылай бір полустолбик с накидом, бір соединительный петля. Қатардың соңына дейін осылай тоқып шығамыз. Міне бірінші рядымызды тоқып болдық. Қатар соединительный петлямен аяқталады. И бір воздушный петля келесі қатар үшін. Мына кончикті жоғарыға алып шығамыз, қазір бірге қосып тоқып жібереміз. Енді мына қатардағы узор сол қайталанады. Міне. Жаңағы тоққанымыз осылай көрінеді. Енді накид. Мынау жаңағы бір воздушный петля ол қалады. Одан кейінгісінен полустолбик с накидом тоқимыз. Міне. Келесі петлядан соединительный петля жасаймыз. Накид. Келесінен полустолбик с накидом. Келесінен соединительный петля. Дәл осылай қайталанады. Накид. Накидті алған кезде, қараңыздар, жаңағы айтқанымдай, кесілген жағы ішіне қарап кету керек. И соединительный петля. Міне. Қазір екінші қатарды аяқтаймыз. Одан кейін жұмысымызды былай аударып, үшінші қатарды дәл осылай тоқимыз. Осылайша өзімізге керек ұзындықты тоқып аламыз. Яғни 21 ряд тоқимыз осылай. Қазір біз екінші ряд тоқып жатырмыз. Міне біз 21 ряд тоқып алдық. Бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ряд. Енді сантиметрмен өлшеп көрейік. Ұзындығы 35 сантиметр. Ені
22 сантиметр. Енді сумкамыздың жанын тоқимыз. Ол үшін мына жіпті кесудің қажеті жоқ. Мына мотоктың ішіндегі екінші ұшын шығарып тоқуға болады. Міне, бұл да оңай шығады. Жіпті тартып, жұмысқа дайындаймыз. Бес воздушный петля аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді мына косичкалардан емес, артындағы полупетлялардан тоқимыз. Біріншісін қалдырып, екіншісінен столбик без накида тоқимыз. 1, қатар біткенше общий 4 столбик без накида тоқимыз. 3 и 4-ші міне. 4 столбик без накида. Әр қатар біткен кезде бір воздушный петля келесі қатарға көтерілу үшін. Мына кончикті енді жоғары қатарға шығарамыз. Қазір бірге қосып тоқып жібереміз. Жұмысымызды айналдырамыз. Енді екінші қатарды тоқимыз. Мына кончикті қосып тоқып кетеміз. Екінші қатарда прибавка жасаймыз. Ол үшін бірінші петлядан 2 столбик без накида тоқимыз. 1 и 2. Келесінен біреу, одан кейінгісінен тағы да біреу. Бізде соңғы петля қалды. 2 столбик бір жерден тоқимыз без накида. 1 и 2. Мына кончикті уже кесіп тастай салуға болады. Бір воздушный петля. Бізде 6 петля болды қатарымызда. Енді жоғары қарай тағы да 7 ряд ешқандай прибавкасыз осы 6 петлядан тоқимыз. Тоқып алдық. Мына бірінші, екінші қатарды қоспағанда тағы 7 ряд тоқу керек еді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді убавка жасаймыз. Ол үшін бірінші петлядан жұмыс жібіміз шығарамыз и екіншісінен жұмыс жібіміз шығарамыз. Осыдан бір тоқимыз. Келесі 2 столбик без накида одинарный тоқимыз. 1, 2. Бізде 2 петля қалды. Осыдан бірге тоқып убавка жасаймыз. Бізде 4 петля қалды. Енді тағы да 3 ряд осы 4 петлядан тоқимыз. Міне 3 ряд тоқып алдық 4 петлядан. Енді тағы да убавка жасаймыз, яғни қысқартамыз. Бірінші 2 петляны бір тоқып аламыз. Одан кейінгі 2 петлядан тағы да бір тоқимыз. Бізде 2 петля қалды. Енді осыдан бір ряд убавкасыз тоқимыз. 2 петлядан біреуден. И ең соңғы қатар убавка жасаймыз. 2 петлядан бірге тоқып, дайын. Міне осылай болып шықты. Енді жұмыс жібімізді кесеміз. И мына кончигін жасырып шығамыз. Дәл осындай тағы да екінші детальді тоқып аламыз. Міне бірдей сумканың екі жанын тоқып алдық. Енді бұны сумкамыздың жанына қосып тоқып шығамыз қазір. Біздің жаңағы жіпті қырқан жоқпыз. Сумкамыздың основасы, стенкасы. Енді мұна шетін былайынан қосып тоқып шығамыз. Ол үшін алдымен бір воздушный петля жасаймыз. Келесі петляның, міне, косичкалар тұр ғой, соның ішкі жағындағысынан алып тоқимыз. Өткіземіз. И мынау сумканың жанындағы бірінші қатардың жанындағы петлядан өткіземіз. И жұмыс жібіміз шығарып, соединительный петля жасаймыз. Дәл осылай келесі петляның ішіндегісінен кіргізіп,
Енді мынадағы екінші қатардың жанындағы петлядан аламыз. Дәл осылай тоқып шығамыз. Мынаны общий қосып соединительный петлямен біріктіріп шығамыз. Енді міне үшінші рядқа келдік. Үшінші рядтың жанындағы петлядан алып соединительный петля жасаймыз. Мынау соединительный петляларыңызды қатты тығызып қоймаңыздар. Размерлері де желательно бірдей болған дұрыс, аккуратно әдемі көрінеді. Төртінші қатардың жанындағы петлядан аламыз. Егер каждый осы қатармен қатар бірдей қып тоқитын болсаңыздар, мынау бірдей сәйкес келеді. Өйткені мына жердегі количествосы бірдей. Бізде сумкада 36 петля и жанында да санасаңыздар 36 петля шығады. Дәл осы способпен қосып шығыңыздар. Міне айналдырып қосып тоқып шықтық. Санасаңыздар 36 соединительный петля бар мына жерде. Енді бір воздушный петля жасаймыз. И мына жағын соединительный петлямен тоқып шығамыз. Ол үшін қазір бір воздушный петля жасадық. Енді қарасаңыздар мына жерде ұзын петлялар бар, осылардан ғана тоқимыз. Ұзын петлядан өткізіп, соединительный петля жасаймыз. Бір воздушный петля, келесі тағы ұзын петлядан шығарамыз. Соединительный. Воздушный петля, соединительный, ұзын петлядан. Воздушный, ұзын петлядан, соединительный. Осылайша, мына жердің барлығын осылай тоқып шығамыз. Соңында менде екі соединительный петля сразу, арасында воздушный петля жоқ. Мына жерде менде 21 петля плюс бір воздушный петля. Енді бір воздушный петля аламыз. Және сумкамыздың екінші жағын, дәл мына жағын қалай қостық, дәл осылай қосып тоқып шығамыз. 36 соединительный петлямен мына жерге дейін қосып шығамыз. Міне тоқып қосып шықтық. Екі жаны бірдей. Енді соңында бір воздушный петля аламыз. И дәл мына бетіндегідей ұзын петлялардан тоқып шығамыз. Соединительный петля, бір воздушный. Келесі ұзын петлядан тоқимыз. Соединительный петля, бір воздушный. Бір воздушный. Соединительный, бір воздушный. И соңына дейін тоқып аламыз. Аяқтап алдық. Енді дәл осы соединительный петлямен спираль бойынша тоқимыз. Тағы да 5 ряд тоқимыз. Мына жанын тоқу үшін, міне қарасаңыздар, мына жерде бір петля бар. Осыдан соединительный петля аламыз. И дәл ортасынан аламыз. И мына жанынан аламыз. Көрсетіп тұрғанда дәл осы жерлерден тоқыңыздар. 3 соединительный петля жасадық ортадан. Енді мына жерден жасаймыз. Келесі уже бұдан алдыңғы қатардағы бірінші петляға көштік. Осы жерді маркермен белгілеп қоямыз. Бұл біздің қатарымыздың басталған жері. Дәл осы жерге дейін тағы да 5 ряд соединительный петля жасаймыз. Ол үшін міне косичканың арт жағындағы полупетлядан алып тоқимыз. Міне тек соединительный жасаймыз. Міне. Мына жанында, міне, мына жерден біреу, мына петлядан, ортадан и мынадан. Осы 3 жерден соединительный петля жасап, әрі қарай жалғастырып кете береміз. Осылай айналдырып 5 ряд тоқимыз. Міне 5 ряд тоқып алдық. Бізде мынау жаңағы сумкаға қосылған жерімізде де бір соединительный петля, бір воздушный петля. Бұл қатарды қоспаған кезде бізде 5 болу керек. 1, 2, 3, 4, 5 ряд. Енді мына маркерден алдыңғы петлядан тоқтаймыз. Маркерді алып тастай салуға болады. Енді жұмыс шыбымызды кесіп
қатарымызды қосамыз. Ол үшін мына бірінші жіп шыққан жердегіден кейінгі косичканы қалдырып, одан кейінгісінен кіргіземіз. И дәл жіп шыққан жерге қайта айналдырып алып келеміз. Міне. Қатарымыз осылай қосылды. Енді жібімізді жасырып шығамыз. Магнитный кнопка тігеміз енді. Сумканың дәл ортасына қойып, біреуін бір жанына, екіншісін дәл соның қарама-қарсы жағына қойып тігіп шығамыз. Дәл мынадай түстес жіппен тіксеңіздер де болады, немесе мынадай мононит деп аталатын тонкая лескамен тіксеңіздер де болады. Дәл ортасына қойып тігіп шығамыз. Енді кисточка жасаймыз. Ол үшін 15 полоска 30 сантиметрден бір полоска 50 сантиметр қып кесіп аламыз. Жіпті жақсылап созып, жұмысқа дайындап алыңыздар. Ол үшін мына жаңағы кесіп алған 50 сантиметр жібімізді карабиннен өткіземіз. Жібімізді былай қойып, өлшеп көреміз. Дәл ортасына түстік па деп. Міне. Бір жағын қысқа, бір жағын ұзын етіп алып, қатты қысып байлаймыз дәл ортасына. Әр қарай видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Кисточкамыз дайын болды. Енді оны сумкаға орнатып аламыз.
Ендігі кезекте сумкамызға бау тоқимыз. Мен екінші мотокты аштым. Бұдан кисточка және бау үшін істетемін. Бір моток жіп маған сумканың өзінің полный основасына жетті. Алдымен жақсылап жібімізді осылай тартып, жұмысқа дайындап аламыз. Примерно 20 сантиметрде кончик қалдырып, түйін жасаймыз. Төрт воздушный петля аламыз. 1, 2, 3, 4. Енді арт жақтағы полупетлялардан алып тоқимыз. 3 столбик без накида тоқимыз. 2 и соңғысынан енді 3 воздушный петля. 2, 3. Жұмысымызды бұрамыз. Накид. Алдыңғы қатарда тоққан 3 столбиктің біріншісінен шығарамыз. И полустолбик тоқимыз. 3 воздушный петля. Жұмысымызды айналдырамыз. 1 накид. Енді 2 полупетлядан алып тоқимыз. Полустолбик с накидом. 3 воздушный. Айналдырамыз. Енді қарасаңыздар, мына жерде бірінші мына жердегі 2 петлядан өткізіп тоқимыз. Полустолбик с накидом. 3 воздушный петля. Айналдырамыз. Накид. Көрініп тұр, қарасаңыздар. Осы жерден алып тоқимыз. Дәл осылай өзімізге керек ұзындықтағы бауды тоқып аламыз. Накид. Айналдырып, полустолбик с накидом. Өзімізге керекті ұзындықтағы бауды тоқып алдық. Бұдан да ұзын қылам десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Менде 30 полоскадан болды. Мына бетінде и екінші бетінде 30-30-дан осындай полоска шықты. Примерно менде 58 сантиметр. Енді 3 воздушный петля. Накидсіз, енді тек столбик без накида аламыз. И 1 воздушный петля. Уже қатарды аяқтаймыз мына бауды. Мына аркадан 3 столбик без накида тоқимыз. Жібімізді кесеміз. 1 воздушный петля алып, қаттырақ тартамыз. Қатарымыз бекітілді. Енді кішкене тонкий крючок алып, карабинге бауды қосып орнатып шығамыз. Просто мына столбиктардан өткізіп, петлялардан осылай тоқып шығамыз. Соңында 2 қайтара өткіземіз. Карабин мықты ұстап тұру үшін. Енді аккуратно петелькаларының ішіне кончикті жасырып шығамыз. Жасай салсақ болады енді. Міне біздің бірінші карабиніміз орнатылды. Екінші жағында дәл осылай орнатып шығамыз. Бірінші жағын қалай орнаттық?
екінші жағында дәл солай орналастырып аламыз. Бауымыз дайын. Бұл әлі сумканы тағу барысында тағы кішкене созылады. Сондықтан бұл бауды ондай қатты ұзын тығудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Енді сумкамызға орналастырып шығамыз. Ол үшін мынандай ашылатын кольцомызды аламыз. Осыны сумкамызға орнатып аламыз. Екінші жағына да колечкамызды орналастырып аламыз. Сумканы өлшеп көрейік, размер қандай болғанын. Ұзындығы 23 сантиметр, биіктігі 20-21 сантиметр. Мастер-класс бойынша осындай сумка шықты. Сіздермен бірге тоқыдық. Іші осындай магнитный кнопкада, осындай тоқылған бауымен өте әдемі көрінеді. Басқа да түрлі түсті жіптермен тоқысаңыздар болады. Сіздерге мастер-класс ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналды қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да осындай әдемі, неше түрлі қызықты видеолармен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.